Шашқа жазылған тағдыр. Бір топ жолаушы сырымды іздеп келе жатса, алдарынан әйел шығады. Жөн сұрасып, жолаушылардың сырымға бара жатқанын біліп, беріп жіберетін аманаты бар екенін айтып, оны сырымға жеткізуді өтінеді. Ол не аманат, жеңіл ме, ауыр ма деп сұрайды жолаушылар. Қадірін білсеңіз жеңіл де емес, алып жүруге ауыр да емес, дейді де, әйел басындағы орамалын көтеріп, бір тал шашты желкесінен, енді бір тал шашты маңдайынан жұлып алып, жолаушыларға береді. Содан кейін оң жақ қолтығынан бір жапырақ шүберек береді. Тезек теріп жүрген қабының бір бұрышын жыртып алып, оны да сырымға жеткізіңіз деп береді. Жолаушылар, мұны кім берді деп айтамыз? Дегенде, әйел сырымның өзі біледі деп жауап қайтарады. Жолаушылар сырым ауылына келіп, болған мән жайды айтып, аманатын тапсырады. Сендер мұны не деп шештіңдер? Деп сұрайды сырым. Жолаушылар, шеше алмадық дейді. Бұл әйел байбақты баласы көрінеді. Елден ерте кеткен екен. Желкеден шаш алғаны, туған жерім, туысқан елім артымда қалды дегені. Төбеден шаш алғаны, одан бері мына бастан бір талай уақиға өтті дегені. Маңдайынан шаш алғаны, әлі жаспын, өмірден үмітім бар дегені. Көйлектің оң жақ қолтығынан шүберек жыртып бергені, қолтықта бауыр бар, мен сенің бауырыңмын дегені. Байбақтың баласы екенін осыдан білдім. Қаптың бұрышын бергені, үйге тезекпен кіріп, күлмен шығып жүрмін дегені дейді сырым. Біраз күн өткен соң сырым әйелдің ауылына келеді. Мұндағылар қонақ етіп, біраз жатқан соң ауылдың бір ақсақалы не жұмыспен келдің деп сұрайды. Сонда сырым, саған арзан маған қымбат, сенің қолыңда менің бір сүйегім, қарындасым жүр екен. Пұлын алып бересің бе, құнын алып бересің бе, дейді. Бұрын сен ол қарындасыңды көріп бедің, дейді ақсақал. Жоқ, көргенім жоқ, дейді сырым. Сонда ақсақал, бір түсті киінген 40 әйел, 40 еркек қарама қарсы жүреді. Сол уақытта бір-біріңді танысаңдар, бірге ауылдарыңа қайтасыңдар. Танымасаңдар, осында қалады, дейді. Сөйтіп 40 еркек, 40 әйел қарама қарсы жүргенде, көп әйелдің ортасында келе жатқан байбақтының қызы, қасында келе жатқан әйелдің құлағына: анау 40 адамды 41-ші болып бастап келе жатқан менің ағам сырым деп сыбырлайды. Сырымда байбақтының қызын тани кетеді. Сонда ақсақал, бір-бірлеріңді қалай таныдыңдар деп сұрағанда сырым, 40 әйелдің ішінде 39-ы өтіп бара жатқан еркектің бәрінің бетіне қарап санап шықты. Ал мына әйел қатарынан асып кеткенше менен көзін аудармады. Содан таптым, дейді. Ақсақал әйелден, сырымды қалай таныдың деп сұрағанда, ол, сырымда ерекше 3 қасиет бар. Біріншісі батырға біткен тұлғасы, екіншісі өжет мінезі, үшіншісі асқан даналығы бар деп еститін едім. Сырым маған қыран топшылы, толық денелі, кең кеуделі, шалға төсті, жолбарыс бетті болып көрінді. Басы да елден ерек, торсық шекел екен. Ағамды осыдан білдім, депті. Сөйтіп, сырым байбақтының қызын күңдіктен құтқарып, ауылына алып қайтқан екен. Шешендік сөздер кітабынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.